Сәлем достар! Кукавика каналына қош келдіңіздер. Достар, біздің арнамызға жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, бүгін Қызылорда қаласында сондай күшті ауа райы болып тұр. Күн жып-жылы, сондай күн шуақ болып ше. Бұндай ауа райында адамның көңіл күйі де көтеріліп қалады екен. Еще жаңа маған құрбым звондады. Қуанышгүл, не істеп жатсың? Бүгін киноға бір қайтайықшы, мен екеумізге билет алып қойдым деп. Сөйтіп жақсы болды. Мен киноға бармағалы да біраз болған тұғын, қыдырмағалы да біраз болған тұғын, где-то бір 2 айдай болып қалды ау деймін. Бегім де жұмыста тұғын. Ол да айтты, иә, киноға барып қайтса, шамалы сергіп қайтасың деп. Сөйтіп енді қазір құрбым екеуміз киноға барып, шай ішіп қайтамыз. Кеттік. Жаңа маған құрбым таксимен соғып алып кетті. Магнумға біз уже келді. Қазір киноның уақыты 12:30 екен. Қазір оған дейін жоғарыға көтеріліп, шай ішіп әңгімелесейік деді. Магнумға келмегенде көп болғандығын қызымды көрмегелі де где-то 2 айдай болып қалды уже, иә. Сол Асланчиктің тұсаукесер тойынан кейін көріп тұрғанбыз. Даланың ауа райы күшті болып тұр. Аспан ашық, мынандай күшті. Құрбым Адуши күтіп жатыр ғой. Жаңа пицца алып берді, иә, коласымен бірге, бургермен бірге. Соларды жаңа жейіп алдық. Қазір енді бұл жаққа киноға қарай шығып жатырмыз. Иә, бүгін Қуанышгүл мен жақсы демалыс болып жатыр. Қазір киноға кірейін деп жатыр. Кинодан шыққаннан кейін қалай болғанын айтамыз, иә? Иә, кеттік киноға кірейік онда. Мына билетіміз. Билетті әбден бет-бет ұстап, бір жетіп жүргендісің ғой. Ой, ауылда жүре бермей бостан-босқа. Киноны көріп шықтық, құрбым екеуміз. Мына киноға кірдік жаңа біз. Байдың қызын аламын деген. Короче, андай ғой, бір бала ауылдан шыққан, қарапайым отбасынан шыққан жігіт қалаға байдың қызына үйленгісі келеді. Сол байдың қызымен танысады, ол қызбен араласып жүреді. Бірақ соңында өзінің кластасына ғашық болып қалғанын білмей қалады ғой. Сөйтіп аяқ жағында жаңағы қызға үйленейін деп жатқан кезінде, яғни әке-шешесімен таныстырайын деп жатқан кезде байдың қызының өзінің қарапайым қызға ғашық болып қалғанын түсінеді. Сөйтіп жаңағы байдың қызының әке-шесімен танысуға бармайды да, оның орнына өзінің другын жібереді. Сөйтіп ана өзінің жаңағы қарапайым қызына үйленеді ғой. Негізі киноның мағынасы махаббаттан байлық артық емес. Әр адам өзінің жақсы көрген адамына қосылу керек.
байлыққа қысқы болу керек деген мағына екен киноның мағынасы. Негізі маған ұнады. Саған ше ұнады ма? Иә, жақсы. Жауап қылып екенбіз. Кинодан шықтық. Бізге кино ұнады. Қызық екен. 1,5 сағаттай уақыт болды ғой. Келіп көрсеңіздер болады. Я, в общем, рекомендуем. Еще сіздерге анау Нұрлан Қоянбаевқа арналған бұрышты түсіріп көрсетіп кетейін сіздерге. Егер білмейтіндеріңіз болса, мінекей 2019 жылдың 29 апрель күні қойылған мынау тақташа. Мынау соның қолының іздері. Нұрлан Қоянбаев қолтаңбасы. Ретро стильде қойылған суреттері. Нұрлан Қоянбаевтың кішкентай кезі суреттері. Осы біздің Қызылорда қаласындағы Киноплекс кинотеатрында. Осы Нұрлан Қоянбаевқа арналған бұрыш қойылған осындай суреттермен үлкен етіп. Қалай. Енді құрбымыз екеуміз үйімізге қайтып бара жатырмыз. Бүгінгі күн негізі күшті өтті. Бүгін құрбымды көптен көрмеген едім. Әңгімемізді айтып, шайымызды ішіп, пицца бургерімізді жеп алдық, киномызды да көріп алдық. Бүгінгі күн керемет өтіп жатыр негізінде. Ауа райы да күшті болып тұр, иә. Көрген киномыз да көңілімізден шықты. Әлі де шағын ішінде дүкендерді аралап жүреміз ба деп ойлап едік, бірақ Аслан жылап жатыр уже. Үйге қайту керек болды. Бүгінгі біздің осы видеомыз сіздерге ұнады деп ойлаймыз. Достар, міндетті түрде лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.